Бүгін тағы да көлік базарға келіп қалдық. Алматы қаласы. Барыс автокөлік базары. Тойотадан бастайықшы, Камриден. Камрилар да бар ғой, комментарийлерде жазып еді маған 10-нан бастап, в общем, 35-40-қа дейін бәрін подряд түсіре бер деп. Иә, енді тауып алдың ба? Міне 10. 10 тауып алды екен. Камри 10, 95 жылы, объем 2.2 механика, бағасы 2.800.000, алдыңғы жетек, телефон 707 921 16 79. Дұрыстап қарап алыңдар, Камри сұрағандар. Қалай жағдай? Негізі бұл ескі көліктер айттырым мықты болады да, сүйектер. Екін таныстырды бәрін. Так, біздерге лайк басып қолдап отырыңыздар, біздер дальше кеттік. Тойотаны бастадық қой, мына Каринаны да көрсетіп кетейік. Көрсете бер, ал мен айтайын. Жақсылау көліктерді көрсетуге тырысайық, көрермендеріміз үшін. Ал, айта бер. 94 жылғы, объем 2, бағасы 2.600.000, телефон 701 510 5501. Иә, содан Ішін көрсет, ішін көрсетейін де. астын көрсет. Иә, Гүлекең айтқан тыңдаймыз енді. Механика мінекей. Ішкі жағдайлары мынау. Астын көрсете алмаймын енді, Гүлеке. Күн шығып кетті, күн. Енді не істеу керек оған? Достар білет не істеу керек екен. Бұл жерде бір емес, 4 Жигули тұр ғой. Үшеуі қатарынан тұр. Мына жерде біреуі тұр. Кейін семерка, ана Ақ шестер. Жигули болып кетті бәрі. Көк Жигули жоқ екен, да? Иә. Көк Жигули жетпейді екен. Қайда? Мына жер қойып қоятынсыңдар, Көк Жигули. Тілің Жигулиді бір Бәрі қатар. Жигули тұратын еді. Көк Жигули деген өлең бар ғой, білесің ба? Соны қойып қоясың. ВАЗ 2107, 2009 жылы. 1 миллион. 1 миллион теңге. Ал. Мына жүрілмеген машина сияқты ғой. Да? Тұрды деймін бір жерде. Тұрған көлік сияқты не етсең ол. Жигулилер мындай болып сақталуы мүмкін емес. Тұрды деймін ол, да? Жүрілмеген, да? Пробег қандай? Мына балдар. Қанша жүрді мынау дейтін? Қанша жүрген айтшы? Bir yıl oldu. Алғаныңа 1 жыл болды ма? 1 жыл бұрын семерка болды ма? Новый? Yok, endi bu новый emas, 2009 yıl. Бәсе? Bugün ne? Жоқ, сен өзің алғаныңа 1 жыл болды ғой. Жоқ, мынау не да? Андай новый сияқты болып, күшті болып тұр. Біп-пик па? Так, мынау 06 ма? Yani sonra 06, 88 жылғы. Ал 88-ге ұқсай ма, қараш? Сырты керім жылтырап тұр. Мана 88-89 жылғы машиналарды көрдің ғой. Иә. Кешегі түсірген видеода бар. Сонымен салыстырып қараңыздар, мына Жигулилер оның қасында күн болып жалтырап тұр, иә. Ал? 950 мың дейді, саудасы бар дейді. Иә, мынау ше, мынаны айтып кетші. Бұл 2007. Краскасын бар андай Миллион матвей. 100 бағасы. Миллион 2007. Анау 2009 миллион. Қой басқа көліктерді көрсетейік, Гүлеке. Иә. Жоқ, бұлар да жақсы көліктер жүріп тұрса. Телефонын көрсетіп кетші, может біреу қара керек болар. Қазір Гүлекең дұрыс айтады. Гүлекең айтқан тыңдау. Тұр деп айтайын деп отырмын. BMW ма? BMW саған ескі новый деген бұл бәрібір деймін да? Жоқ. Бәрін Новыйлар болса, конечно, жақсы ғой. Просто BMW жақсы көлік. Сосын арзан болса да керек адамдар қарайды ғой. Ал жақсы, онда көрсетейін. Көрсетті амал жоқ қой. 92 жылы екен. Иә. Объем 2.9 механика. Так, бағасы 1.800.000. Телефон 778 974 7463. Мазда. Жүресің газбен жазда деймін ба? Ал. Айты бер, мен көрсете берейін. 2000 жылғы объем 2.700.000. Срочно сатам. Газда бар, бензинде бар. Телефон 702 624 5408. Срочно сатам деп тұр ма? Ал, тез арада сатам деп тұрған көлікті саудаласып көрсеңіздер болады. Алыстан көрсетейін. Хонданы не көрсетпеске? Айтшы, не өзінше болып тұрсың? Көрсеткің келмей тұр ма не? Көрсетші, Гүлеке, саған жалынайық па енді? Көрсете қойшы, айта қойшы. Лайк басатсыздар ма? Басат. Көрермендер жақсы олар. Басат өз үйренген ғой саған. 2000 Honda жылғы. кім мынау? Білмеймін кім екен. Алды ой. Айта бер. 2000 жылғы объем 2 автомат, іші велюр, сигнализация, салон, кондиционер, турбо бәрі бар. 3.500.000. Телефон 707 496 1340.
ішін көрсетіп жіберейін. Салонын көрсетіп жатқан нопновойдың чехолмен қаптап қойған екен. Есіктері мынау. Жағдай енді көріп тұрсыздар. Жаман емес. Жақсы десе де болады енді. Мініп қарайсыздар, теуіп қарайсыздар, жүріп қарайсыздар. Мінеки Toyota Camry. Қазір Гүлкен айтады, өзі таныстырады. Айта бер, Гүлке. 2 миллион ба? А? 93 жылғы 2 миллион дейді. 2 миллион? Карина, е? Ондық Camry бұл, айтпашы. Ондық, е. Гүлке сен маған айтпай тұрсың да, прикол ұстап, да. Өсті болсын деп. Ал, Camry ондық деген көлік. 93 жылы екен телефон. Ондық Camry іздегендер бар, аға. Алады ғой. Саудасы бар ма, саудасы? Саудасы бар дейді. Сүрем дейді, саудалассаңыздар дейді. Енді Карина е тағы да. Мына жақта кішкене Карина елер баршылық екен. Тойоталар жақсы көліктер. Қайсы? Сіз ба? Көрсетіп алайын қазір. Механика. Іші мынау. Ойдан чехолдарын салып қойған екен. Арты алды жаны міне. Астын көрсетіп жіберейін. Айта бер. 94 жылғы объем 1.8, бағасы 2 миллион 200. Телефоны дұрыс көрінбей тұр екен, айтайын. 701 366 84 88. Көліктерді осы арзан берсе де халық алмайды ау, өте қоймайды ау көп. Неге? Халықтар жаңа көлік мінгісі келеді, бәрі жаңа көлік берсін енді бәріне. Оймен қой. Бәріне берсін, жақсы көлік берсін. Бұл не? Приора ма? Приора? Кеше саған не алдайды? Приора. Не алды? Прирора. Приора. Приора деп шатастық біздер. Приора. Жақсы көлік бұл да. Универсал ма? Универсал дейді. Неше жаман көліктің бәрі жақсы. Жүріп тұрса, күтіп айдалса. Машина қалай жақсы ма состояниесі? Кенетті кете береді дейсің ба, да? Базардағыдан, нарықтан төмен дейді 300-400 мыңға. 1 900 000 сұрап тұр екен. Саудасы бар ғой да, саудасы бар. 2012 жылғы телефон нөмірі мінеки. Осындай жағдай бұл Приора. Достар айтпақшы, күшті анық естіліп отырған шығар сіздерге де. Не етсеңіздер біздер тексеріп неше түрін қарадық. Мынандай күшті микрофон сатып алдық біздер деген. Керемет өте, дауысы деген анық шығады. Барлық микрофондардың ішінен бізге ұнағаны осы болды. Сіздерге де керек болса айтыңыздар, если что араларыңызда блогерлер болса басқа жаққа салып жібере аламын. Ал мынау Кальдина деген көлік Toyota болды. Жағдайы Toyotалар грамота алған ба бірдеңе ғой? Грамота алған ба бірдеңе ғой? Грамота алған ба? Көрсетші ал, қандай грамота екен. Ана қара. Оң жақ руль. Көрдің ба грамоттарын дейсің? Қазір көрсетеміз. Сен бірдеме тауып аласың әйтеуір. Не ал дейтін, автомат дей ма? Автомат, руль оң жағында, ішкі жағдайы мынау. Саудаласып көріңіздер, алам десеңіздер, қазір бағасын Гүлекең зуылдатып айтады. Грамотында көрсетейін тұр. Міне грамота. Қайсы? Мәссаған, Кальдинаға арнайы грамота алған машина екен мынау деген. 93 жылғы объемы 2, коробкасы автомат. Алдыңғы жетек, оң жақ руль 2 миллион 200 теңге деп жазып қойыпты. Мынау да сондай берді маған. Бұл 95 2 миллион. 95 2 миллион. Бұлай алыстан көрсетіп жіберейін сен. Нөмірлерін нелерін айта ғой. Бәрі бір адамдікі ғой. Солай ма? 95 жылғы объем 1.8, коробка автомат, алдыңғы жетек, рөлі оң жағында. Так, 2 миллион. Мынау Ладаны көрсетейік, Орекеңдердің көлігі. Қалай екен? Жағдай. Айтшы. Жазу жоқ. Мәссаған, ақпарат таныстырмаған екен. Қанша деп тұрсыз? 3-9 жылы 2013 дейді. 2013 жылы. Мерседес 200 деген көлік. Бұлай үлкен кісінің өзін айдағанын дейді. Үлкен кісілер айдағасын енді бұны. Баппен жайлап айдайды ғой енді. Неше жыл айдады өзі ол кісі? 4-5 жыл айдаған екен бұл машинаны. Есіктері мінеки жағдайы. Шын айтам енді үлкен кісілер айдағасын баппен айдайды ғой, не істейді олар енді басқа? Жағдай міне Мерседес 200 деген. Қазір бағасыменен танысайық, үлкен не дейді бағасы? 93 жылғы 1 500 000 саудасы бар. Саудасы бар. Қаншаға берем деп тұрсыз енді, айтыңызшы сал. Түсем баба. 1 500-ден нормально түсірем дейді. Күн ысымай тұрғанда кетіп қалайын деп едім дейді. Ал алып қалыңыздар. Осыған саудаласып көрсеңіздер болады. Ал мынау Volkswagen кім, Passat па? Универсал дейді.
Passat деп ойлаймын. Иә, Passat дұрыс айтасың. Passat па? Ай, бәсе. Машинаны танымайды дейсіздер. Машинаны жақсы танимын ғой. Ал міне Passаттың іші. Қазір алыстан көрсетіп отқаным жағдайы. Көрсетейін жақындатып ішін. Панельдері әнекей. Есіктері мінекей. Жағдайы енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Алам десеңіздер саудаласасыздар ғой. Қарап жүріп қарап. Теуіп қарап үлкен құсап. Иә. 93 жыл екен, объемы 2 миллион теңге сұрап тұр. Келісім бойынша дейді, телефон соқсаңыздар. Келісеміз дейді. Үлкен бірдеме айтқысы келіп тұр. Айтпақшы, достар, біздің подписчиктеріңіз болса, айтып жүріңіздер, а то біз сіздер танымаймыз ғой. Көріп қалсаңыздар, бізді айтыңыздар. Сіздерге мынандай ақшалар береміз сосын. Көрермендеріміз болсаңыздар, біздің көріп отқандарыңыз болса, Олсан көрсе, мен көрсең келіп айту керек маған. Мен сіздің подписчигімін деп. Я, а то біз білмейміз. Я, а то біз танымаймыз ғой, білмейміз ғой. Қайсы көрсетші тағады? Нені, ақшамды ма? Не? Ай, молодец болды. Ларгус. Орыстардың сәтті шыққан машиналарының бірі. Бірі емес кәдімгі бірегейі. Ларгус деген жеті адамдық. Бағасы 4 миллион теңге тұрып тұр. 2014 жыл екен. Телефон нөмірі мынау. Ларгусты алам десеңіздер, саудаласып берем десеңіздер, жаңағы көрсеткен нөмірге хабарласып көруге болады. Иә, үлкен сен үндемей қалдың ғой соңғы кездерде. Жоқ. Үндемей қалдың, ақшаң сыймай жүр ме не? Салып қой көрсетті. Мынау минивэн Toyotаны көрсетіп кетейік. Тәуелке. Жеті адамдық па? Иә. Тұр екен. 97 жылы Үксін ба объем ма? 2. Не болды? 97 жылы объем 2 механика. Телефоны 778 540 87 86, бағасы 3 миллион 700. Телефонын көрсетіп кетейін жақындатып. Көшімізге хабарласуға болады ғой. Форд екен ғой, Фора деген не зат деп қарап жүрсем, бұл Форд деген көлік екен. Түсі күшті екен де? Түсі? Иә. Түсі де күшті, өзі де күшті сияқты. Өзі күшті ма, күшті емес па? 2007 жылғы объем 1.4 робот деген не? Коробкасы робот болып тұр ғой. Өзі жүре ма не? Мә, сен мені састырдың ғой. Иә, өзі жүреді жер. Бағасы 2 миллион 600. Телефон 702 196 66 47. Күн жанып кетті ғой. Ал достар, біздерге лайк басып, комментарий жазып, күшті пікір жазып, қолдап жан жаққа таратып отырыңыздар.